Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк демесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк демесін басқан қолдарыңыз Кабатулла қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қостанай облысындағы екі ауданда шегіртке қаптап кетті. Жангелді ауданында шегіртке 241,9 мың гектарға тарап кетті. Ал Амангелді ауданында 14,3 мың гектарды қауіпті жәндіктер анықталды. Қаптаған шегіртке Наурызым ауданындағы егістікке жақындады. Облыстық инспекция шегірткенің қаптап кеткенін растады. Оған қарсы күрес шаралары жүргізіледі, бірақ күннің ыстығы кедергі келтіріп тұр. Ондай шаралар таңғы және де кешкі уақытта атқарылады. Ол кезде ауа температурасы +25 градустан төмен болуы керек дейді мамандар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк демесін басып сау саламатта болыңыздар.